Армысыздар, құрметті оқушылар мен студенттер. Мен Жанайдар Мусин атында Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы, запастағы аға лейтенант Мұхатаев Мейірбек Шарипович. Бүгінгі алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің тақырыбы Калашников автоматын толық емес бөлшектеу және жинақтау. Толық емес бөлшектеу және жинақтау Калашников автоматын жасайтын ең басты мақсаттары: біріншіден, автоматты әр күнделікті қолдану барысында немесе ұрыс алаңында қолдану мақсатында тазалап майлап отыру. Оған қоса, қандай да бір ақаулықтар орын алған кезде соны жою мақсатында, және де ұрыс алаңында қатты ластанған кезде, шаңданған кезде, сол кезде бөлшектеп тазалап, дұрыстап, жаңағы барлық ақаушылықтардың орнын жою мақсатында жүргізіледі. Енді толықтай келетін болсақ, бірінші оқу сұрағына келетін болсақ, Калашников автоматын толық емес бөлшектеу реті. Калашников автоматын толық емес бөлшектеу реті бастайтын болсақ, басты 10 іс-қимылдан тұрады. Бірінші, автоматты сол қолмен тұндағынан алып, сол қолмен ұстап, ең бірінші іс-қимыл оқ-жатарды бөлектеу. Оны бөлектеу үшін автоматтың жаңағы оқ-жатарын ұстап тұрған тетігінен басып, ілгері қарай алып тастау. Екінші іс-қимыл, сақтандырғышты астыңғы жағдайға түсіріп, бекітпе жақтауын сабынан артық тартып, оқтықта оқтың бар жоғын тексеру. Тексергеннен кейін міндетті түрде шүріппе басылуы қажет. Және де шүріппе басылған кезде 45 немесе 90 градус ұңғыны ұстауы қажет. Үшінші іс-қимыл, дүм ұясындағы керек жарақ пеналды алып шығу. Ол үшін арнайы дүм ұясындағы бас бармақпен басу арқылы алып шығу. Келесі қимыл, сүмбіні бөлектеу. Сүмбіні бөлектеу үшін жаңағы әртүрлі тәсілдері болу керек. Ең қарапайым тәсілі жаңағы екі қолмен көмектесе отырып сүмбіні бөлектеп алу. Ары қарай ұңғылы тежеуіш компенсаторды бөлектеу. Оны бөлектеу үшін арнайы тетікшесі болады. Ол тетікшені баспасаңыздар, ұңғылы тежеуіш компенсатор бөлектене алмайды. Кері бұрап аламыз. Келесі, автоматты үстел үстіне қойып, ұңғы қорабының қақпағын бөлектеу. Оны бөлектеу мақсатында арнайы артқы жағында тұрған қайтармалы механизмнің шеткі жағынан басып, жоғары қарай көтеріп алу. Келесі іс-қимыл, қайтармалы механизмді ілгері қарай итеріп, одан кейін көтеріп алып шығу. Тағы да оған қосылатын іс-қимыл, ұңғы бастырмасы газ поршымен қоса бекітпе жақтауын кері қарай тартып, жоғары қарай көтеріп бөлектеп алу. Және де бекітпені, келесі іс-қимыл, бекітпе жақтауынан бөлектеп алу. Және соңғы іс-қимыл, жалаушаны 80 градусқа көтеріп, ұңғы бастырмасы газ түтінін бөлектеп алу. Осымен Калашников автоматын толық емес бөлшектеу реті аяқталды. Келесі көшетін екінші сұрағымыз Калашников автоматын толық емес бөлшектеуден кейін жинақтау реті. Онда да жинақтау реті 10 іс-қимылдан тұрады, керісінше, бірақ кейбір бөлшектеуге қарағанда 1-2 айырмашылығы бар. Енді бастайық. Жинақтау реті. Біріншіден, ұңғы бастырмасы газ түтігін қосу. Одан кейін жалаушаны жауып тастау. Содан кейін бекітпе жақтауына қосу. Үшінші іс-қимыл, бекітпе жақтауын ұңғы қорабына қосу. Қайтармалы механизмді бекітпе жақтауына салып қосу. Ұңғы қорабының қақпағын ұңғы қорабына салу. Және де шүріппені басып, сақтандырғышты жабу. Келесі іс-қимыл,
ұңғылық тежеуіш конденсаторды бұрап салу, сүмбіні салу, керек жарақ пеналын дөп ұясына орналастыру және ең соңғы қимыл оқжатарды автоматқа қосу. Осымен жинақтау реті аяқталды. Соңғы қорытынды ретінде айтып кететін болсам, Калашников автоматын бөлшектеу және жинақтау реті міндетті түрде орындалып отырады, және де оның уақыт көрсеткіштері де болады. Кәдімгі жауынгерлік нормативтермен алатын болсақ, автоматты толық емес бөлшектеу 5-ке орындау үшін 18 секунд, 4-ке орындау үшін 20 секунд, 3-ке орындау үшін 25 секунд ішінде бөлшектеуіміз қажет. Жинақтау кезінде, 13-ші норматив кезінде, жинақтаудың 5-ке орындау үшін 25 секунд, 4-ке 30 секунд, және 3-ке орындау үшін 40 секунд ішінде жасауымыз қажет. Осымен Калашников автоматын толық емес бөлшектеу және жинақтау тақырыбымыз аяқталды. Назар қойып қарағандарыңызға көптен көп рахмет.